Енді бүгінгі сабақты бастамас бұрын, құрметті оқушылар, біз топқа бөлінуіміз керек. Топқа бөліну үшін мына жерде бізге тапсырмалар берілген. Біздің бірінші тобымыз арифметика тобы болады, екінші квадрат тобы, содан кейін барып түбір тобы. Яғни мына жерде берілген есептер сол топтың атауларына байланысты болады. Түбірасындағы 225. 225 қанша шығады деген түбірден? 25. 25 пе 15 пе? 15 болады. Қанған көсет жесіпті? Түбірдің астында 25, түбірдің астында 16 дейді. Көмектесіп берейік. Қанша? 1 болады жауап. Түбірге барасың. 10 квадраты. 100. Керемет, тамаша. 7'nin kvadraты дейді. 7'nin kvadraты қанша? 49. Тамаша, отырады. Топқа бөліп болды. Бірінші тобымыз арифметика тобы, екінші тобымыз квадрат тобы, үшінші тобымыз түбір тобы. Сіздерді бағалау критерийлермен таныстырып өтеміз. Осы критерийлер бойынша қай оқушы дұрыс жауап береді, мына жерге бағасы қойылады. Соңында, сабақтың соңында біз бағалаймыз. Келістік қой. Демек, сендер мақсатты жұмыс жасауларың керек. Дұрыс баға алу үшін, жақсы баға алу үшін үй тапсырмасына топтық жұмыста, тақтамен жұмыс, жеке жұмыстарға дайын болып отыруымыз керек. Үй тапсырмасы бізде қай есе берді балалар? 1'de 35'in 3'інші және 4'інші есептері, тапсырмалар. 5 амал болатын болса, бірінші амал, екінші амалдың жауабы деп тұрайық. Сендер соған жауап беріп отырасыз. Қол көтеріп. Түсінікті ме? Топ-топпен беріп отырасыз. Так, 1'de 35'in 3'інші есебінің бірінші амалы не болады? Кім айтады? Бірінші амалы. Bölü болады. Бөлу болады. Жауап қандай? 2,104 шақ. 2,104. Дәптерлерің болатын болса, кішкене түртіп қойып беріңдер. Бұл топтікіні отыра қояды. Так. Екінші амалы не болады? Арифметика тобы. Азайту болады. Екінші азайту болады. Жауап қандай болады? 150'den 71 болады. 150'den 71. Тамаша, жазып қоя береміз қалғандар. 150'den 71. Қазір тексереміз соңында. Үшінші, мен мына түбірге берейін. Үшінші амал қандай болады? Үшінші амал. Қосу, азайту, бөлу қайсысы? Көбейту. Үшінші амал. Қосу болады. Қосу болады. Тамаша, отыра ғой. Тамаша. Бірінші, 30'dan 170 дегенді дұрыс қой. Екінші амалымыз 6'dan 7. Үшінші амал 5 деп. Арифметика тобы айтты, иә? Так, 5'тен 3 деп қай тобы айтты? Жақсы. 5'тен 22 деп жөнделді, иә? Тамаша болды. Үй жұмысымыз қысқа қалдық. Енді олай болатын болса, біз жаңа тақырыпқа өтпес бұрын түрткі сұрақтарын сіздерге берейін. Түрткі сұрақтар дегеніміз, қазір біз келесі слайдқа ашсаңыз көрінеді. Түрткі сұрақтар, біз жай бөлшектерді білеміз ғой, иә? Балдар, танысыз ғой жай бөлшектерді? Жай бөлшекті танысыз. Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыруға болады. Дұрыс па? Ал ондық бөлшекті де жай бөлшекке айналдыруға болады. Сондықтан мына жерде сіздерге тапсырма, жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырыңыздар. Дәптерге емес шермелік есептейміз. Бастаймыз. Топ-топпен, кәдімгі топ-топпен сұрайық. Содан кейін барып ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырады. Енді ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырамыз ба мына жерде? Кәдім 4,5 қалай айналдырсақ болады жай бөлшек? Артық отқан бала. 4,5. 2'den 1. 1'de 2 бөлсек 4,5'ten болады. Керемет, тамаша отырады. 2,103. Жай бөлшек айналдырайық. 100'den 703. Тамаша, отырады. 100'den 203 дейді. Дұрыс. Так, келесі, үшінші. Кәл, ортада, квадрат тобы. 100'den 1013 дұрыс. 100'den 1013 деген қандай бөлшек өзі ғой? Дұрыс па, дұрыс па? 5,1011 отырады. Тағы 5,1011. Қол көтереміз. Кім сен айтты? Мейіржан деді. 5,011.
Qancha? Bundan 5000 11. Жақсы. Енді бұл сұрақтар қойған себебім бар, отыр ғой, дұрыс, тамаша. Бұл сұрақтар қойған себебім сендер жай бөлшек, ондық бөлшек, жай бөлшекке айналдырып тұрмаңыз ба? Немесе жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып бере аламыз ба? Жаңа сіз айналдырып бердіңіз ба? Жай бөлшекті ондық бөлшекке. Кім жауап береді? Міне балдар, бізде осы бүгінгі тақырыбымыз осы. Бізде периодты ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдыру. Кім? Айталым. Төрттің өші бар. Мен келіспеймін. Қалғанда келісетіндер бар ма? Отырам. Қанша? 10-нан 4. 10-нан 4 болатын болса периодты болмай қалды. 10-нан 4 деген нақты саны шықпа қалды. Ондық бөлшек болып қалды. Бұл жерде период 4 қайталана берді деген сөз. 4 шексіз қайталана берді. Отыра қойды. Бүгінгі шығаратын есебіміз осыған байланысты болады қалды. Біз бүгін периодты ондық бөлшектерді жай бөлшектерге айналдырып үйренеміз. Келісіп па? Олай болғанда дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді қойыңдар. Бүгін бізде 6-шы қазан, иә? Кім оқиды кәні болдар? Квадрат тоғынан бір оқушы оқысын ішінде. Квадрат тоғынан есептің шартын. Дауыста отырғаннан біз оқи береміз. Оқи береміз. Сен оқыш? Шектеусіз периодты ондық бөлшек түрінде жазды. Шектеусіз периодты кітапта оқыған. Шектеусіз периодты ондық бөлшек түрінде жаз деп жатыр, иә? Демек бізде берілген есептеріміз қандай бөлшектер екен? Жай бөлшектер. Жай бөлшекті біз шектеусіз периодты ондық бөлшекте жазуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Бөлеміз. Неге бөлеміз? 1-ді 3-ке бөлеміз. Мына жай бөлшек. Дұрыс па? Осыны шектеусіз периодты ондық бөлшек түрінде жаз деп жатыр бізге. Бірінші, біз бұны не істейміз? Баған түрінде бөлеміз міндетті түрде, басқа ешқандай амалымыз жоқ. 1-ді 3-ке бөле алмаймыз ғой, иә? Сондықтан 0 береміз да, мына жаққа 0-ге қайып қоямыз. Сондықтан 3-тен береміз. 3-ке көбейсек 9 болады, азайтса 1 қалады. 1 жетеді ме? Жоқ, 0 береміз балдар тағы да, дұрыс па? Оның ішінде 3-іміз нешеден? 3-ден. 3-ті 3-ке көбейтсек 9. Қайттан азайтамыз. 1 қала ма? Қайттан 0 береміз. Және 3-тен бола ма? 9. Азайтам қанша? 1. Міне осы істей қайталанып ма? Қайсан қайталанып? 3 қайталанып. Олай болатын болса қалды. Жай бөлшекті периодты ондық бөлшек түрінде жазу үшін бүтін бөлімнің өзін жазамыз да қайталана беретін санды жақша қалып қоясыз. 8 болады. 2 түсетті 0 береміз. Иә. Тамаша. 3-тен болады деген тұрыз. 8 болады. 2 қалады 0 береміз. Тағы да 3-тен болады. Тағы да 3-тен болады. Сосын 18 болады да. Жетеді осы. Тағы 0 берсек тағы 3-тен болады, иә? Енді соны қалай жазамыз бұл жаққа? Қайсан қайталанады үшін? 3 қайталанады. 8 қайталанады ма? Жоқ. Демек біз жаңа айтқандай қайталанатын санды ғана біз жақша қалады. Қалған сандар сол күйі жазылады. Демек жазамыз тегінен 0,8 қайталанатын жоқ па? Және жақшаны ашасың. 3. Түсінікті ме? Отыра ғой. Кәні оқиықшы olsun. Оқиық. 0,8. Периодта, жақшаның ішінде деп айтпайық. Периодында 3. 1/37-нің 1/37-нің екінші есебін жазамыз. Екінші есебіміз бізде қанша? 0,12 периодында қанша? 23. 5 па? Мен дәптеріме жазып берген. Осындай болу керек. Дұрыс қой? Дұрыс. Ал енді бұны не істейміз? Бұл жерде периодтың алдында 2 деген сан бар, үтірдің алдында. Үтірден кейін. Дұрыс па? Енді бұны біз бұлай істейміз. Үтірдің ішіндегі тұрған сан бар емес па? Бұл не еді жаңа мына жерде? 9-дан 1-ді берді ме? Тура сол сияқты қыламыз бұл жерде де.
Bölçekti sızamızda mınadan 9 koyamız 1. Mına sanga, bütürden keyingi sanga 1-0 koyamız. 9'un kasına. Eğer bütürden keyin 21 bolunda jere tagı bir san turатын bolsa, onda 2-0 koyasınlar. Түсінікті ме? Егер мынаның ішінде 22 болып тағы қасында бір сан тұратын болса, онда мына жерге 9 емес 99 қоясыңдар. Мына жерде де 2 сан, мына жерде де 2 сан болатын болса, 99 және қасында 2-0 қоясыңдар. Яғни 9900 деп жазылады бұл жерге. Түсінесіңдер ме? Так, 9 дейміз де, енді үтірден кейін бізде 1 сан болғандықтан 1-0 қоямыз. Түсінікті ме? Сөйтемізде мынау жақшаға қарамаймыз, алымына жазатын кезде. Жақшаға қарамаймыз да, мына жерге тұрған санның өзін түгел жаза саламыз. 25 деп. Сөйтемізде азайту деймізде, үтірден кейінгі тұрған сан бар емес пе? Соны азайтамыз. Ереже болсын, бұл алгоритм. Келісіп пе? Так, сонда бізде үстінде 23, астында 90. 90 мен 23 қысқарады ма? Мен ойлаймын, қысқармайды. Сендер қысқарады аласыңдар ма? Жоқ. Қысқармайды. Демек, бізде жауап 0,2 периодында 5 деген периодты ондық бөлшегіміздің жайбіршілікке айналдырған кезде 90-нан 23. Байқаматсыздар ма балдар? Кез келген шектеусіз периодты ондық бөлшекті жайбіршілікке тура осы тәсілмен айналдыруға болады. Екі амал. Біреуі аралас периодты ондық бөлшек, біреуі таза периодты ондық бөлшек. Так, жас болғандар. Бәрі жас болды па? Жас болғандар қол көтереміз. Оң қолымызды. Сабақ түсініп жатқандар, сол қолымызды көтереміз. Оң қолымызда, сол қолымызды көтереміз. Бүгінгі сабақ қалай өтіп жатыр? Керемет дегенде шапалақтаймыз. Жақсы, тамаша. Олай болатын болса, бізде топтық жұмысты бастаймыз. Арифметика тобы сіздерге тапсырма түсінікті ме? Тапсырма 3 деңгейден болды. Ол бірден кірісе берсеңіздер болады, түсінікті болатын болса. Квадрат тобы сіздерге түсінікті ме тапсырма? Міне, бірінші есеп квадратта бірінші есебіміз, екінші есебіміз, үшінші есебіміз. Не істеу керегін көрсетіп қойылған. Так, түбір тобы. Сіздерге мына тапсырма. Көріп тұрмыз артымызға? Әр топ өзіне берілген тапсырманы орындайды. Бастаймыз. Ал олай болатын болса, балдар, жұмысты тоқтатамыз, топтық жұмысты. Арифметика тобына бірінші есеп жайбіршілік түрінде жазында дейді. 0,5 периодында 5. Жайбіршілік айналысы қалай болады? 1,1'de көбейтеміз беске. Жөні жауапты айтасың. Жауабы 5'ten 1 var. 5'ten 1 şalıyor. 5'ten 1 деген жауап дұрыс па? Кім дұрыс деп? Немесе дұрыс емес дейміз. Дұрыс емес дейді. Жауап айтамыз ба? Жауабы 95. 9'dan 5 дейді. Квадрат тобына кімге? Мақсат еді? Тамаша, керемет. Квадрат тобы бірінші есептің жауабы. 9'dan 5. 9'dan 5, тамаша, жаңада дұрыстаған. Екінші есептің жауабы. 2. Қанша? 2. 2 ме? Түбірдің астында. Түбірдің астында 2 деп жөндеген. Тамаша, қабылдаймыз. Үшінші есеп. Шектеусіз периодты ондық бөлшек түрінде жаз дейді. Ондық периодты ондық бөлшек түрінде жаз. Яғни 5'te 11'ge бөлсек, қандай период? Периодында қандай сан болады? Периодын айтыңызшы. 2,1. Периодында қандай сан тұр? Периодында 2 тұр дейді. Жазсы мен қабылдаймын. Жақсы, тағы. Тоғыз оқушы дұрыс. Екінші, түбірдің астында 64. Саспаймыз, асықпаймыз. Жеке жұмыс қолдар. X kvadrat minus 100 teң 0. Так, 5-ci есеп бұл соңғы есебіміз. Уақытымыздың аяқталуына байланысты қысқартамыз. X kvadrat minus 5 teң 0 деген теңдеудің жауабы.
4112 Akbay, Nurjan 4050, Beybaz 4023, үй жұмысына сіздерге тапсырма түсінікті. Үй жұмысына қай есептер болды? Бірде 36, және бірде 37-ні қалған. Мен сіздерге үлгі көрсеттім, иә? Осыған қарап, үй жұмысына орындап келесіз. Олай болатын болса, бүгінгі сабақ қалай өтті? Бас бармағымыздан көрсетеміз. Керемет болатын болса, бәріміз өте жақсы ма? Жақсы. Сіздерге бүгін сабаққа қатысып, белсенді қатысқандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін.